Қошқар мен Текенің 3-ші бөлімі қашан шығады? Қазақ анимациясында ойып тұрып орын алған Қошқар мен Текенің 3-ші бөлімі енді кинотеатрларға шығады. Бұйыртса 2025 жылы сүйікті мультигімізді үлкен экрандардан толық метражды туынды ретінде тамашалай аламыз. Қуанышты жаңалықты осы мультфильмнің режиссері Батырхан Дәуренбеков хабарлады. Режиссердің айтуынша, Сақ киностудиясы Қошқар мен Текенің 3-ші бөлімін кинотеатрға бергеннен соң тағы бір туындыны дайындап отыр екен. Бұл мультфильмнің атауы «Алан туралы аңыз» деп аталады. Оқиға барысында төбелес сахналары көп болғандықтан кунг-фу панда секілді күлкілі әрі қызықты сюжеттері бар деп бізді де қызықтырып қойғаны бар. Достар, көпшілік қазақ мультфильмдерін шетелде жасайды деп ойлайды екен. Бұл ақпарат жалған. Қазақ анимациялық фильмдерінің 70%-ын Шымкенттегі Сақ киностудиясы шығарады. Осы уақытқа дейін сіздер көрген Қазақ елі, Толағай, Қажымұқан, Қошқар мен Теке, Түркістан оқсыз оқиғасы, Бәйдібек би, Киелі Қазығұрт, Қазақстанның мақтанышы, Қанатты барыс, Отырарды қорғау, Тоқты мен Серке секілді мультфильмдерді жарыққа шығарған болатын. Аталмыш туындылар шетелдік кинофестивальдерге қатысып жүлделі орындардан көрінгені бар. Достар, Қошқар мен Теке 3 мультигі кинотеатрларға шықса, отбасымызбен барып көріп, отандық қазақша туындыларға қолдау көрсетуді ұмытпайық. Себебі өз ана тілімізге, өзіміздің қазақи туындыларға бізден басқа ешкім шын ниетпен қолдау көрсетпейді. Сондықтан өз еліміздің патриоты болып, Қошқар мен Теке мультфильмінің 3-ші бөліміне бірге барайық. Айтпақшы, біздің Telegram мен TikTok парақшаларымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Төменде сілтемесін қалдырдым. Келесі кездескенше аман сау болайық.